Сәлем достар, сіздермен Азиза. Бүгін осындай өте дәмді, әрі нәзік болып шығатын, өте оңай салат дайындайтын боламыз. Сондықтан да міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болып, және де каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңіз болса, астына жаза кетіңіздер. Ал ендеше кеттік, салатымызды жасауға кірісеміз. Бізге ол үшін осындай үлкендеу тарелкамыз қажет болады, және де салатымыздың формасын шығару үшін осындай торттың формасы кольцо немесе қаймақтың шелектері болса да болады, жай ғана кесіп аласыздар. Ол үшін бізге жаңағы тауықтың еті, яғни менде копченый түрі, оны өзіңіздің қалауыңызша қосасыздар әрине, және де ірімшік және жұмыртқа. Олар үккіштің ең кіші көзінде өткізілуі керек. Ең алдымен осы тауықтың етін жақсылап турап алатын боламыз, яғни 4 бұрышты көбейтіп турап аламыз да жаңағы тарелкамызге салатын боламыз. Оларды жақсылап осылай орнатып аламыз да, содан соң майонезімізді бетіне сеуіп шығатын боламыз. Майонезімізді мен осылай кондитерлі қапшыққа салып алдым, немесе былай да кәдімгідей салафанға салсаңыздар да болады. Енді оның үстіне үккіштен өткізілген жұмыртқамызды да салып шығатын боламыз. Тағы да оның үстінен майонезімізді жағып шығатын боламыз. Енді үккіштен өткізілген ірімшігімізді де салып шығатын боламыз. Тағы да майонезбен жағып шығатын боламыз. Енді біздер тағы да осыны бір қайталап шығатын боламыз. Яғни тағы да тауығымызды турап аламыз да, 4 бұрышты, яғни көбейтіп турап аламыз да, оны да тағы да салып шығатын боламыз, яғни қайталап шығатын боламыз. Осылай тауығымыздың етін саламыз, тағы да жаңағы майонезіміз себеміз, содан соң үккіштен өткізілген жұмыртқамыз себеміз, тағы да майонез, және де ірімшік, тағы да майонез жағып шығатын боламыз. Яғни қайталап шығатын боламыз. Мінекей салатымыз дайын болуға шақ қалды. Енді оның соңғы бетіне жаңағы ірімшігіміз саламыз. Ешқандай да майонез қоймаймыз, жай ғана ірімшіктің бетінде ірімшіктің өзі қалатын болады. Жайлап осылай ақырын кольцомызды шешіп алатын боламыз. Салатымыз сонымен дайын болды. Бетіне әсемдік ретінде мен кептірілген аскөкті пайдаландым, немесе пайдаланбай қойсаңыздар да болады, ол жай ғана әсемдік ретінде. Сонымен біздің ең оңай мужской каприз деп аталатын салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамын. Ұнаса, лүпілдеріңізді басып, каналыма жазылып кетіңіздер. Рахмет.